Соның кейін төрешілік жағынан көптеген қателіктер, үлкен қателіктер болды. Кенеттен бір жұлдыз болып кеткісі келеді, жақсы бапкер болу үшін 10 жыл керек. Бір ғана қорқытатыны олардың қазір мамандықтары жоқ, сауаттары жоқ. Бүкіл әлемдік бокс сериясының франшизасын алып, Астана Арланс клубын құру жолында өте көп ерен еңбек еттіңіз. Астана Арланс клубының жабылуын қалай қабылдадыңыз? Негізі осы бүкіл әлемдік бокс сериясының жобасының алысқа бармайтын өзім және де басқа мамандар осы алдын ала білген. Себебі алғаш жоба ашылған кезде бәріне ұнады, өте қызықты, өте дұрыс жоба болған. Енді бірінші маусымда деңгейі жоғары боксшылар осы бүкіл әлемдік бокс сериясына көптеген клубтармен келісім шарт жасап өнер көрсетті. 590 боксшы осы дүниежүзіне AIBA-ның мүшелері. Көптеген жақсы жекпе-жектер болды, қызығушылық болды, бірақ жыл сайын шарттарын өзгертіп отырды. Түсінбедік біз, бұл қалай, неге өзгертесіз? Себебі енді алғашқы жылы 5 салмақ болды, 5 раунд 3 минуттан болды, өте жақсы, бәрі дұрыс болды, бірақ жыл сайын бәрін осы шарттарды ауыстырып отырғаннан кейін біз мамандар түсіне бастадық та, бұл алысқа бармайды. Содан кейін бірінші жылдары олар үлкен бір медиа холдингпен келісім шартқа қол қойдық. Әлемдік трансляция болады, қызығушылық болады, бұны әлемге жарық етеміз деп айтқан сөзден де тұрмады. Бірінші маусымнан кейін сол үлкен медиа холдинг олармен келісім шартты бұзып кетіп қалды. Сонда мен сол бас менеджерден сұрағам, неге кетіп қалдыңыздар, қызық емес пе деп. Сонда оның жауабы бізге AIBA-ның қойған шарты ол мүмкін емес. Бізге егер 1-2 жыл мүмкіндік берсе, біз бұны жоғары деңгейге көтеруші едік, бірақ бұлар бізге үлкен қыруар ақша сұрап отыр. Ешқандай ойға келмейді бізге деп, сондықтан біз кетіп қалдық. Бұл ұйыммен біз жұмыс істемейміз дегеннен кейін, 2-ші маусымнан кейін біз ойлана бастадық, егер басқа бір үлкен медиа холдинг болмаса, бұл индустрия дамымайды деп. Соның кейін төрешілік жағынан көптеген қателіктер, үлкен қателіктер болды. Көптеген клубтар, бірінші маусымда жақсы келген клубтар, мықты боксшылар бар клубтар, бәрі бірінші маусымнан кетіп қалған клубтар болды. Тұрақтылық болмай, көптеген клубтардың қойған мақсаттарын жоққа шығарып отырды. Сондықтан да 3-ші маусым, 4-ші маусымнан кейін өзі кеткеніміз де сол, біз ойлағанбыз, көп болса 1-2 жыл болатын шығар. Жүйе болмаған әрбір жобада болашақта көрмейміз. Болашақта ешқашанда болмайды. Бастапқы жүйе дұрыс болу керек. Батыста жаңағы кәсіпқой боксқа, әуесқой бокстан өтпей-ақ бірден келуге болады. Бұл Қазақстанда басқаша. Осы ерте жастан кәсіпқой боксқа келуге қалай қарайсыз? Сонымен қатар Америкадағы бокстасып жүрген, жұдырықтасып жүрген боксшыларымыздың ішінде кімді ерекше атап өте аласыз? Жалпы Геннадий Головкинға кім ізбасар бола алады? Геннадий енді ол ерекше тұлға, ол өзі бала кезінен өте талантты, өте еңбекқор боксшы болған. Ол әуесқой бокста жүрген кезінде көптеген биік шыңдарды, әлем чемпионы болды, шыңдарды бағындырған жігіт Олимпиада ойындарында. Сондықтан да мен ойлаймын, ол нағыз кәсіби боксшы. Енді көптеген жанкүйерлер, бокс жанкүйерлер айтып жатады, Америкада мысалы әуесқой бокстан емес, бірден кәсіби боксқа келеді. Бұл дұрыс емес, ол ұғым, ол олай емес мүлдем. Себебі қазір енді біздің жүйеміз бөлек болды, кеңес одағы 2 жүйе болды, мысалы социализм мен капитализмді бөледі ғой. Қазір енді бізде нарықтық көптеген жекеменшік бокс клубтары, басқа да спорт түрінен клубтар ашылып жатыр. Шетелде, Америкада, Европада, Мексика болсын, басқа жерлерде бәрі осы боксшылар, әуесқой болсын, кәсіби боксшы болсын, олардың бәрі осындай жекеменшік клубтардан шығады. Және де оларда көптеген өздерінің жүйесі бойынша, егер мықты боксшы болса, мықты спортшы болса, олардың көптеген колледждер бар, үлкен университеттер бар. Сондай тұлғаларға олар тегіннен грант береді.
оқу үшін білім береді. Енді бізде көптеген боксшылар жоғары білім бітірді, дипломдары бар, бірақ сауаттары жоқ. Сондықтан да ондай жүйе бізге де келер. О жақтағы бокс спортшылар, кәсіби спортшы болсын, әуесқой спортшы болсын, бәрілері бірінші мақсат олардың сол жүйе бойынша тегін грант алғаннан кейін ол бастапқы мақсаты сауатын алу. Сол университетті бітіріп, ертең өзінің аты бар спортшы атақты, содан кейін сауаты бар, олар қалмайды. Ал енді біздің боксшылардың қазіргі Америкаға кеткені, басқа Канадада, Европада жақсы, сол жақта келісімшартқа көптеген менеджерлермен қол қойып, жақсы өнерлер көрсетіп отыр, ақырындап сатымен. Спорт саласына қандай реформа енгізетін едіңіз? Біздің спорт заңында кәсіби спорт туралы көптеген пункттар жоқ та, сондықтан да халықаралық тәжірибені қарау керек. Кәсіби спорт дамыған ерлердің көптеген жүйелерін, заңның тарауларын, көптеген тарауларын осы біздің заңға енгізу керек спорт жайында. Себебі кәсіби бокс, кәсіби спорт ол бөлек, ол бұл негізі бір экономиканың бір бөлігі деп есептеймін мен. Әуесқой бокс ол әрине үкімет тарапынан бізде Құдайға шүкір заңы жақсы. Әуесқой боксшылар, олимпиадалық спортшылардың бәрі мемлекет арқылы бәрі жағдайлар жасалынған. Ал енді кәсіби бокстың ағыны бөлек болу керек. Ол негізі үкімет тарапынан, ел тарапынан. Мен ойлаймын, сол шетелдік тәжірибелердің көптеген соларға сүйіну керек, себебі ештеңе ойлап керек жоқ. Қазір енді керуен жүреді дейді ғой, көш жүреді түзеледі дейді. Қазір көптеген бокс клубтары Қазақстан бойынша 100-ден астам болады деймін осы. Астанада, Алматының өзінде 40-тан астам бокс мектептері осы ашылды. Жақсы деңгейде бәрі. Шымкентте, Таразда, Семей қаласында, Ақтауда, Атырауда, бәр жақта, бәр жерде, Қарағандыда. Қазір 100-ден астам болады деймін осы жекеменшік. Қазір жобамыз бар, 2006 жылы ашылған Қазақстан бокс лигасын. Сондай ұжым құрғанбыз. Енді қазір жоспарда бар, біраз уақыт керек оған, сосын белсенді жас жігіттер керек, азаматтар керек. Сол ойымыз осы Қазақстан кәсіби боксынан осы клубтарды біріктіріп, бір қоғамдық ұйым, сол Қазақстан бокс лигаларының ашып, ары қарай мынау шетелдегі сияқты қазір бірақ өткізіп жатырмыз біз клубтардың арасында. Әуесқой боксшылар, біз фитнес боксшылар дейміз оларды, жастарына қарамайыз. 14 жастан, 17 жастан 60-қа дейін рингқа шығып, өздерінің ережесі бар, денсаулығына зиян келтірмейтіндей көптеген ережелер жасап қойғанбыз. Қызығушылық көп. Біздің 4 клубтың ішінде 57-58 жасқа келген біздің боксшылар сол рингқа шығып, өздерінің өнерін көрсетеді. Себебі кейбіреуінің арманы болған шығар кезінде, бірақ мүмкіншілігі болмай қалды, жағдай болмай қалды, не бокс мектебі болмады жақын жерде. Сондай біз азаматтар келіп тұрады осы залға. Осы 6-шы жыл осы СК боксинг жүйесінде 6 турнир өткіздік. Біздің қыздарымыз да шығып тұрады, жас балдарды арасында өткіземіз, үлкендердің, ересектердің арасында өткіземіз. Бәріне ұнайды. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл да бір индустрияның бір бөлігі, себебі ертең бұлар бокстың техникалық жағын меңгереді, соның кейін бокстың философиясын түсінеді. Ертең бұлар үлкен матчтар болса, сол матчтарға билет алып, кіріп, жанкүйер болатын адамдар көбейе бастайды. Сіздің СССР кезінде жарық жұлдыз болғаныңызды білеміз. 250-ге жуық жекпе-жек өткізген екенсіз. Осы бокстағы мансабыңыз жайлы айтсаңыз. Енді мен 75-ші жылы 14 жасымда боксқа келгенбіз. 81 жылы Қазақстанда бірінші өттім. 82 жылы бүкіл одақтық жастар ойындарын ұтып алып, СССР құрамасына мүше болдық. Бірақ енді сосын СССР кубогын ұтып алдым 83 жылы. Әлем кубогы бар отыр. Жоқ, әлем кубогына барған жоқпыз. Себебі мен 23 жасында боксты тоқтатуыма сондай бір мәжбүр болдық. Себебі кеңес одағы кезінде бір семьялық жағдай болды да, мен шет елге шығуыма мүмкіндік бермеді. Сол 23 жасында сол тастап кеттім. Сол 23 жастан кейін армиядан келгеннен кейін бапкерлік жұмыста болдым. Сол 14 жасымда 75-ші жылдан бастап осы бокстан шыға алмай, бокстың төңірегінде барлық өмірімді арнап жүрдім дейсіз ғой. Иә. Осы жаңа кеңес одағының боксшысы, бапкер ретінде қазіргі тәуелсіз боксшыларға қандай ақыл айтасыз?
Қазір енді көптеген біздің негізі қазақ мектебі бір жылда құрылмаған, бұл 30-шы жылдардан бастаған, Шоқыр атамыз бастаған кез, ондаған жылдар керек бокстың мектебі дамуына. Әр саланың дамуы үшін біраз жылдар керек. Сосын жүйелі жұмыстар атқару керек. Сондықтан да мені қазіргі негізгі жастарды біраз байқап отырасың. Кенеттен бір жұлдыз болып кеткісі келеді де, оған жылдар керек. Біздің Қазақстан боксының әлемді мойындатудың бастапқысы 70-ші жылдардан басталады. 70-ші жылдардан бастап көптеген біздің ағаларымыз болды, Кеңес одағын шулатқан, әлемді шулатқан, Еуропаны шулатқан жігіттер. Содан бастап қазіргі боксшыларға айтатыным, бапкерлерге айтатыным, жоғары деңгейге жету үшін өміріңді беру керек та боксқа. Мен осы бапкерлерге айтамын, жақсы бапкер болу үшін 10 жыл керек. Бапкер болу үшін 5 жыл керек. 5 жыл жұмыс істеу керек. Себебі бапкер біріншіден ол педагог болу керек. Екіншіден ол физиологияны білу керек, психологияны білу керек, биомеханиканы білу керек, биохимияны білу керек. Сонда сен керемет үлкен жоғары деңгейде бапкер боласың. Біздің бағымыз шығар. Өзіміз бала кезімізден бастап бізге керемет ұлы бапкерлер ұстаздарымыз болды да, олар осы барлық пәнді бәрін білетін. Біздің көзімізден білетін, сенің ұйқың қанды ма, қанбады ма, себебі оның бәрі тәжірибе үлкен. Содан кейін туған әкеңдей жанында жүреді, психологияңда шаршадың ба, шаршамадың ба, қандай саған нагрузка беру керек, соның бәрін білу үшін уақыт керек. Және де бұл егер маман болу үшін тек қана осы салада ғана болуың керек, басқамен айналыспай. Боксшыларға да айтатыным, бокс тек қана таланттан емес, бұл қажырлы еңбек болу керек. Содан кейін әрине сана керек, интеллект керек. Себебі қазіргі мысалы Геннадийді алсаңыз, бұның өзінің айтады ғой, харизмасы өзінің бар, интеллекттік деңгейі өте жоғары, сөйлескені де, сұхбат бергені де, қарсыластардың да айтқан көзқарасы, айтқан ойлары бәрі жарасып тұрады да, халықтың, жанкүйердің жүрегінен жылы беріп тұрады. Сондықтан да қазіргі кездегі біздің ең мықты мақтанымыз, жоғары деңгейдегі мақтанымыз әрине біздің Геннадийіміз бүкіл әлемді өзіне сүйіспеншілікпен қаратқан. Біздің боксшылардың да, қазіргі жастардың да үлкен енді қойған мақсаттары бар шығар. Бәріне сәттілік тілейміз. Әрине жаттығудан басқа өздерінің деңгейін, сауатын көтеріп отырғанына тілейміз. Қазіргі көптеген әрине біраз қысылатынымыз, енді бокстың төңірегінде жүргеннен кейін боксшылар бар қазір. Енді жастар да келіп қалды, олардың кезінде жақсы ойындар көрсетті. Руслан Мырсатаевты алып қарасақ, басқа жігіттерді. Солардың қазір мынау жоғары деңгейге жететін мүмкіншіліктері жоқ. Себебі мен енді көптеген боксшылардың денсаулықтарын білеміз, қандай деңгейде екенін, қалай шығатынын, бірақ бір ғана қорқытатыны олардың қазір мамандықтары жоқ, сауаттары жоқ. Олар өмір бойы 15-20 жыл осы бокстың төңірегінде жүрді, әуесті бой бокста, кәсіби бокста жүрді. Қазір енді соларға біраз алаңдайсың. Кей кезде ойлайсың, осы клубтар ашылып жатса қуанамын. Мүмкін солар сол жаққа барып бапкерлік мүмкін мамандықтарын деңгейлетін шығатын. Мүмкін басқа оларды спорт функционері бола ма, бір енді сауат беру керек, жолдарын табу керек. Сол жағынан біраз алаңдаймыз. Бокстық карьераларын бітіріп, өмірлік жолдарын таба ала ма, таба алмай ма деген кей ойда боламыз, сөйлесіп тұрамыз. Аға берген сұхбатыңызға, сындарлы сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз. Әрқашан жаңағы еліміздің биікте болуына үлес қосатын сіздей азаматтар көп болсын. Рахмет үлкен. Сұхбатты тамашалап, бізбен бірге болғаныңызға алғыс білдіреміз. Келесі санымызды өткізіп алмас үшін арнамызға жазылыңыз. Пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.